Сәлеметсіздер ме? Атамекен жалпы білім беретін мектебінің 8-ші сынып оқушысы Юсупбаева Анар. Ұлан байтақ қазақ даласында кіндік қаны тамған барлық перзент өзінің қасиетті жерін сүйеді. Отанға деген сүйіспеншілікті осынау сайын далада жаулардан қорғап қалған ата-бабалар ізінен көретін боламыз. Елі мен жері үшін тек қана қылышпен емес, біліммен, иман жолымен күрескен рухани батыр Пірбекет ата. Бұл тақтада қалмақтарға қарсы азаттық күресін бастаған, ата аңызға айналған, қысылғанда жебеуші Пірбекет Мырзағұлұлының мешіті. Сонымен қатар кішкентай сөзбен айтылған дыбыс анық барлық бөлмеге таралып анық естіледі. Бұл дыбыс инженериясының ғажап үлгісі. Ауданымызда бұдан да басқа батырларымыз бар. Келесі сапарымыз Батырлар аллеясы. Батырлар аллеясы елдің еркіндігі үшін күрескен тұлғаларға арналған мемориалдық кешен. Бұл жерде тарих, рух, ұлттық сана тоғысатын рухани кеңістік. Аллеяда әртүрлі кезеңдердегі батырларға тақтайшалар қойылып, тұсына аты жөні, өмір сүрген жылдары, ерлігі жазылған. Бұл аллеяның болашақта батырлар қалашығына айналатынына сенімдіміз. Бермеген ерлігің асқан бабамай ұрпақтың мәңгі есінде Наурызбай